Қайырлы күн YouTube арнамның көрермендері, бүгін сіздермен орама ханым деп аталатын ыстық тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл ыстық тағам мантының өте жеңіл дайындалу тәсілі. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ыдысымызға ұн және тұзды салып араластырамыз. Үстіне бір жұмыртқа бөлме температурасында суды құйып, алдымен араластырып аламыз. Содан соң баяу қолымызбен қамыр илей отырып, өте жұмсақ қамыр илеп дайындап аламыз. Қамырды толықтай илеп дайындап алған соң, бөлме температурасында салафанымызға салып қоямыз. Сол аралықта орама ханымға салмасын дайындаймыз. Ыдысымызға алдын ала барлығын турап дайындап алдым. Картоп, жуа, ет және де дәміне қарай дәмдеуіштерін қосып, қолымызбен араластырамыз. Барлық қажетті қоспалардың барлығын описание бөлімінен граммдарын өлшеп жазып қойдым, сол жерден көре аласыздар. Салмасын міне дайындап алдық, енді қамырын жаюға кірісеміз. Ол үшін қамырды бүтіндей екі бөлікке бөліп аламыз. Бірінші бөлігін осылай қолымызбен қаттырақ басып, содан соң оқтаудың көмегімен жаямыз. Дәл мантыға жайғандай жұқалықта жайсаңыз болады. Қамырын жайып дайындап алдым. Ендігі кезекте сұйық майды осылай қамырдың үстінен жағып шығамыз. Содан соң барлық бөлігіне ашық жерін қалдырмай, салмасын толықтырып салып аламыз. Міне толықтай дайындап алдым. Енді шетінен бастап алып орап шығамыз. Міне орама ханымның дайындалу жолы осылай. Содан соң мантоварканың бір насаткасын алып, сұйық майымызбен майлап аламыз. Жаңа дайындап алғанымызды енді осы насаткаға саламыз. Және де алдын ала суды қыздырып қойдым отқа. Соның үстіне қойып, бір 35-40 минуттай пісіретін боламыз. Жаңа екінші бөлігінде дәл солай дайындаймыз. Міне орама ханым деп аталатын ыстық тағамымыз дайын болды. Бұл өте дәмді әрі жеңіл дайындалады. Міндетті түрде осы рецептімен сіздер де жасап көріңіздер. Соңына дейін көріп шыққандарың үшін көп-көп рахмет.